Құрметті тыңдарман, әңгімені тыңдап бастамас бұрын арнамызға жазылып, подписка жасап жіберіңізші. Сіздің қолдауыңыз бізге өте маңызды. Қолдауыңызға шексіз алғыс білдіреміз. Күлзия әже бөлменің есігін ашқанда 80-ге жуық адамның бәрі бір мезетте орындарынан тұрды. Шамдар сөніп, төрдегі үлкен торттың үстінде 80 деген екі шырақ қана жанып тұрды. Қабырғаға үлкен әріптермен «Туған күніңізбен, Күлзия әже» деп жазылыпты. Әже табалдырықта тұрып қалды. Бір қолында ескі қара сөмкесі, екінші қолында дәріханадан алған дәрілер бар. Үстіне күнделікті киіп жүретін қоңыр көйлегін, басына ақ жаулығын тағып алған. Ол алдымен жиналған адамдарға, кейін гүлдерге, одан соң тортқа қарады. Бірақ ештеңені түсінбегендей үнсіз тұрды. «Әже, кіріңіз», деді немересі, Әсел көз жасын сүртіп. Күлзия әже ішке бір қадам басты. «Мұнда не болып жатыр?» деді ол абдырап. «Кімнің тойы?» Ешкім бірден жауап бере алмады. Сол сәтте 5 жасар шөбересі Айсұлтан жүгіріп келіп, әженің қолынан ұстады. «Сіздің туған күніңіз, әже?» Күлзия әже баланың жүзіне ұзақ қарады. «Менің бе?» «Иә, бүгін сіз 80 жасқа толдыңыз». Әженің ерні дірілдеп кетті, бірақ ол қуанған жоқ. Керісінше, жүзіндегі күлкі бірден өшіп, есікке қарай шегінді. «Жоқ», деді ол әрең естілер дауыспен. «Менің туған күнім болмайды». Бөлме іші тына қалды. «Әже», деп Әсел жақындай бергенде, Күлзия әже қолын көтеріп тоқтатты. «Мынаны доғарындар, шырақты өшіріңдер, адамдарды үйлеріне қайтарыңдар». «Неге, апа?» деді үлкен ұлы Мәлік антаң болып. Күлзия әже баласына қарамады. Оның көзі торттың жанындағы ескі ақ-қара суретке түсті. Суретте 12-13 жасар арық қыз кішкентай сәбиді құшағына алып отыр еді. Әже сол суретті көргенде өңі қуарып кетті. Қолындағы дәрілері жерге шашылып қалды. «Бұл суретті қайдан алдыңдар?» Әсел үнсіз қалды. «Әже, мен оны ескі сандықтың ішінен таптым». Күлзия әженің көзінен бір тамшы жас сырап түскіріп. «Сандықты неге аштың?» «Сіздің туған күнімізді анықтағым келді. Ол күнді іздемеуің керек еді, қызым». Әже суретке тағы бір рет қарады. Содан кейін жанында тұрған орындыққа бая отыра кетті. «Өйткені сол күні мен ғана дүниеге келген жоқпын», деді ол сыбырлап. «Сол күнмен бірге менің өмір бойы жасырып келген ең ауыр сырында туған еді». Жиналғандардың бәрі үнсіз қалды. Күлзия әже ақ жаулығының ұшымен көзін сүртті. Ал 80 жыл бойы ешкім естімеген оқиға дәл сол сәтте басталды. Күлзия әже төрдегі орындықта үнсіз отырды. Аз ғана бұрын қуанышқа толы болған бөлменің іші ауыр тыныштыққа батып қалды. Торттың үстіндегі шырақтар әлде жанып тұр. Бірақ енді олардың жарығы мерекелік емес, әлде бір ескі жараның бетін ашып тұрғандай көрінді. Үлкен ұлы Мәлік дастархан басында отырған қонақтарға қарады. «Апа, қаласаңыз адамдарды қайтарайық», деді ол абайлап. Күлзия әже басын көтерді. Жиналғандардың арасында 3 баласы, 7 немересі, шөберелері ғана емес, көрші қолаңмен әженің кезінде көмектескен талай адам отыр еді. Бірі оның қолынан ман жеген, бірі қиын күнде ақылын тыңдаған, тағы бірі жетім қалған кезінде осы үйден пана тапқан. Олардың бәрі әжеге алаңдай қараттырды. Күлзия керең күрсінді. «Жоқ», деді ол ақырын, «ешкім кетпесін. Бұл құпияның ішінде сендердің де өмірлерің бар. 80 жыл бойы ішімде сақтадым. Енді оны өзіммен бірге алып кетуге хақым жоқ шығар». Ол Әселге қарады. «Сандықтан тағы не таптың?» Әсел сөмкесінен шеттері мүжілген көк түсті матаны алып шықты. Матаның ішінен сарғайған бірнеше қағаз, ескі хат және кішкентай күміс түйме көрінді. «Осыларды таптым, әже». Күлзия әже қағаздаға қол созды, бірақ саусақтары дірілдеп, оларды ұстай алмады. «Мына анықтаманы оқыдың ба?» «Иә». «Не жазылыпты?» Әсел қағаздың ең үстіндегісін ашты. «Күлзия Сапарқызы, туған күні 1946 жылдың 10 тамызы» деп жазылыпты. Мәлік таңғалып анасына бұрылды. «Сонда бүгін шынымен туған күніңіз бе?» «Иә, бірақ сіздің құжатыңызда 1 қаңтар деп жазылған ғой». «Ол күн менің туған күнім емес». Ортаншы қызы Роза анасына аңтарыла қарады. «Апа, біз өмір бойы сізді 1 қаңтарда құттықтап жүрдік қой». Күлзия мұңды жымиды. «Сендер ол күні де мені құттықтаған жоқсыңдар, қызым. Жаңа жылмен құттықтадыңдар. Түн ортасында бәрің бір-біріңе тілек айтып,
Содан кейін ғана апамыздың құжаттағы туған күні де бүгіндек күлетінсіңдер. Мен де сендермен бірге күлетінмін. Роза төмен қарады. Шындығында анасының туған күніне ешқашан жеке торт алынбаған еді. Жаңа жылдық дастарханнан қалған тәттілерді шайға қойып, кейде бір қорап кәмпит ұсынатын. Балалар мұны қалыпты жағдай деп қабылдап келген. Неге шын күніңізді айтпадыңыз, деді Мәрік. Күнзия әже қабырғадағы суретке қарады. Себебі мен бұл күні қуануға болмайды деп ойлап өстім. Оны сізге кім айтты? Әже бір сәт үнсіз қалды. Менің шешем. Ол көзін жұмды. Араға 80 жыл салып, санасында кішкентай ғана жері қайта тірілгендей болды. 1946 жылдың тамыз еді. Соғыс аяқталғанмен ауылдағы жоқшылық аяқталмаған. Ер азаматтардың көбі майданнан оралмаған. Оралғандарының өзі жаралы, жүдеу, үнсіз болатын. Күнзияның әкесі Сапар да соғыстан қайтпады. Оның қай жерде жерленгенін ешкім білмейтін. Анасы Зере 2 баламен жалғыз қалған еді. Үлкен қызы 13 жасар Кәмилә, ал қосағында әлі өмірге келмеген сәбиі бар. Құрметті тыңдарман, әңгімені тыңдап бастамас бұрын арнамызға жазылып, подписка жасап жіберіңізші. Сіздің қолдауыңыз бізге өте маңызды. Қолдауыңызға шексіз алғыс білдіреміз. Жаз болғанмен сол жылы жаңбыр жиі жауған. Үйдің шатыры тесік, қабырғасының балшығы түсіп қалған. Зеренің босанатын күні жақындаған сайын Кәмиләнің қорқынышы күшейе түсті. Ауылдағы жалғыз тәуіп кемпір басқа ауылға кеткен болатын. 10 тамыз күні түс ауа Зеренің толғағы басталды. Үйде Кәмиләдан басқа ешкім жоқ еді. Қызым, қараша шапаны шақыр, деді Зере қабырғаға сүйеніп. Кәмилә жаламаяқ күйі көйіршіге жүгірді, бірақ қараша шапа аудан орталығына кеткен екен. Қыз есіктен есікке жүгіріп көмек сұрады. Бірі егін басында, бірі мал іздеп біткен. Ауылда қалған кемпірлердің өзі сырқат еді. Кәмилә үйге қайта келгенде, анасы еденге төселген ескі көрпенің үстінде жатты. Ешкім жоқ, апа. Зере қызының қолын қысты. Қорықпа, сен мықтысың. 13 жасар қыздың қолынан не келсін? Ол пешке су қойды, қаза мата іздеді. Бірақ үйдегі маталардың бәрі жамаулы еді. Ақыры әкесінен қалған жалғыз ақ көйлекті сандықтан шығарып жыртып алды. Сол көйлек бірнеше жыл бойы әкесінің иісін сақтап тұрған жалғыз зат еді. Кәмилә көз жасын тия алмай: "Апа, әкемнің көйлегін жыртсам бола ма?" деп сұрады. "Жырт, қызым, бүгін ол бізге осылай көмектеседі." Кешкі күн таудың арғы бетіне түсе бастағанда кішкентай қыз бала дүниеге келді. Сәби әлсіз ғана дыбыс шығарды. Кәмилә оны әкесінің ақ көйлегінен жыртылған матаға орап, анасының кеудесіне қойды. Зере сәбиінің маңдайынан сүйді. "Күлзия болсын", деді ол. "Осы жоқшылықтан кейін үйімізге күлкі мен жылылық әкелсін." Кәмилә алғаш рет қарындасын қолын алды. Сәбидің жұдырығы титтей еді. Бірақ ол кішкентай саусақтармен әпкесінің бір саусағын қатты қысып ұстады. "Қараш, апа, мені жібермей тұр", деді Кәмилә күліп. Сол сәтте Зере де жымиды. Сол үйдің қабырғасында ұзақ уақыттан бері алғаш рет күлкі естілді, бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Босанғаннан кейін Зеренің халі күрт нашарлады. Қаны тоқтамай, денесі қалшылдай бастады. Кәмилә не істерін білмеді. "Апа, тұрыңызшы, қарындасым жылап жатыр." Зере көзін әрем ашты. "Кәмилә?" "Е, апа, мен осындамын. Қарындасынды тастама." "Тастамаймын. Не болса да оны аман сақта. Өзімізде тұрасыз. Ертең қараша шапа келеді. Сіз жазыласыз." Зере қызының маңдайынан сүйгісі келді, бірақ оған күші жетпеді. "Сен енді оның әпкесі ғана емессің." Ол сөзін аяқтай алмады. "Апа?" Зере тағы бір рет дем алды. Содан кейін кеудесі көтерілмеді. Кәмилә оның қолын ұзақ сілкіледі. "Апа, ұйықтамаңызшы." Жауап болмады. Бөлменің бір бұрышында жаңа туған сәби жылап жатты. Екінші бұрышында 13 жасар қыз анасының суып бара жатқан қолын ұстап отырды. Сол түні Кәмилә бір мезетте анасынан айырылып, балалық шағымен қоштасты. Күлзия әже көзін ашқанда, дастархан басындағы әйелдердің көбі жылап отыр еді. "Демек сіз дүниеге келген күні әжеңіз қайтыс болған ба?" деді Әсел. "Иә, менің алғашқы дауысым анамның соңғы демімен қатар шапты." "Бірақ оған сіз кінәлі емессіз ғой", деді Роза. "Қазір оны түсінемін, ал бала кезінде түсінбедім." Күлзия әже ескі суретті қолына алды. "Мына суреттегі қыз
менің әпкем Кәмилә. Ал құшағындағы сәби мен. Біз неге Кәмилә апа туралы ештеңе білмейміз? Деп сұрады Мәлік. Әженің жанары өзгеріп кетті. Өйткені сендер оны менің туған әпкем деп білдіңдер. Бірақ оның маған кім болғанын толық білмедіңдер. Қалай сонда? Ол менің әпкем ғана емес еді. Ол менің анам болды. Күлзия суретті кеудесіне басты. Мені аман алып қалғанда, бағып өсірген де сол. Ол мектептен шықты. Өзінің оқуын тастады. 13 жасында мен үшін жұмыс істей бастады. Ал туыстарымыз ше? Туыстар болды. Бірақ ол кезде әр үйдің өз қайғысы, өз аштығы бар еді. Бір жетім баланы бөліп алып асырауға шамалары жетпеді. Мені балалар үйіне бермек болды. Күнзияның дауысы дірілдеді. Сонда Кәмилә мені бауырына қысып, бұл баланы ешкімге бермеймін, анамның маған қалдырған аманаты депті. 13 жасар қызға ауыл ақсақалдары күлген. Өзің әлі баласым, сәбиді қалай бағасын деген. Бірақ Кәмилә ешкімді тыңдамаған. Ол күндіз колхозда жұмыс істеген. Түнде қарындасын құшағына алып отырған. Сүті шықпаған соң, көршілерден ешкінің сүтін сұрап, шүберекке сіңіріп беретін. Кей күндері өзі ештеңе жемей, Күнзияға талқанмен сүт тауып берген. Қарындасы ауырғанда, қыстың боранында оны 12 шақырым жердегі дәрігерге жаяу көтеріп барған. Аяғындағы мәсісі жыртылып, табаны қан болған, бірақ сәбиді жерге түсірмеген. Ол маған сен үшін өмірімді құрбан еттім деп ешқашан айтқан емес, деді Күнзия. Керісінше, сен мені аман алып қалдың дейтін. Неден аман алып қалдыңыз? Деп сұрады шөберелерінің бірі. Жалғыздықтан шығар. Анамыз қайтыс болғаннан кейін Кәмилә да өмір сүргісі келмей қалған екен. Бірақ мен жыласам, мені жұбату үшін орнынан тұратын. Менің қарным ашса тамақ іздейтін. Мен ауырсам, Алладан жанымды алмады деп жалбарынатын. Сөйтіп жүріп, өзі де өмір сүріп кеткен. Бөлмеде отырған кішкентай Айсұлтан әжесінің тізесіне басын қойды. Күлзия оның шашынан сипады. Бірақ мен 6 жасқа келгенде бір сөз естідім. Сол сөз бүкіл өмірімді өзгертті. Ол күнде 10 тамыз болатын. Кәмилә қарындасына кішкентай нан пісіріп берген. Үстіне бармақтай ғана май жағып, ортасына бір тал шырпы қадаған. Бұл не? Деп сұраған кішкентай Күлзия. Бүгін сен 6 жасқа толдым. Туған күн деген не? Адамның өмірге келген күні. Сонда бүгін менің мерекем бе? Кәмилә күліп. Я, сенің мерекең деген. Күлзия қуанып аулаға жүгіріп шығады. Көрші балаларға. Бүгін менің туған күнім, бүгін менің мерекем деп мақтанады. Сол кезде көрші үйдің үлкен әйелі естіп қалады. Ол зеремен бұрыннан араз болған екен. Не нәрсеге қуанып жүрсің? Дейді ол суық үнмен. Сен туған күні шешең өлген. Бұл мереке емес, қаралы күн. Күлзияның күлкісі бірден тыйылады. Менің кесірімнен бе? Әйел ойланып жатпастан. Сен тумағанда шешең тірі қалар ма еді? Кім білсін дейді. Осы бір ауыз сөз 6 жасар баланың жүрегіне тас болып қадалды. Күлзия үйге кіріп, Кәмилә пісірген кішкентай нанды үстелдің астына жасырып қояды. Неге жемедің? Деп сұрайды әпкесі. Мен енді туған күнімді тойламаймын. Неге? Өйткені сол күні анам өлген. Кәмилә қарындасын құшағына алады. Сенің еш кінәң жоқ. Егер мен тумағанда ол өлмейтін еді. Оны саған кім айтты? Күлзия жауап бермейді. Кәмилә оның бетінен ұстап. Маған қара. Анам сені күткен, саған есім қойған, сені сүйіп үлгерген. Сен оның өлім емессің, сен оның жалғасысың дейді. Бірақ бала жүрегіне кірген кінә сезімі оңай шықпады. Сол күннен бастап Күлзия 10 тамыз жақындаған сайын тұйықталып қылатын болды. Кәмилә қанша рет кішкентай сыйлық әзірлесе де, ол қабылдамайтын. 10 жасқа толғанда әпкесі қолдан қуыршақ тігіп берді. Күлзия қуыршақты жақсы көрді, бірақ мұны туған күнім үшін емес, жай ғана бердім деп айтшы, деп өтінді. 15 жасында Кәмилә оған көк көйлек әкелді. Бүгін туған күнің ғой, киіп көр, дегенде Күлзия жылап жіберді. Ол сөзді айтпамызшы, мен тойласам анамды ұмытқандай боламын. Содан кейін Кәмилә ешқашан туған күніммен демейтін болды. Кек әр жылдың 10 тамызында таңертең қарындасының маңдайынан сүйіп, өмірге келгеніңе рахмет дейтін. Бұл сөзді естіген сайын Күлзияның көңілі босайтын, бірақ неге екенін өзі де толық түсінбейтін. Құжаттағы 1 қаңтар қайдан шыққан? Деп сұрады Мәлік. Мектепке барар кезде туу туралы куәлігім болмады.
Ауылдағы кеңсе қызметкері туған күнімді нақты білмеген. Жылы белгілі болса болды деп 1 қаңтарды жазып жіберген. Кәмилә түзетпек болды, ал мен оған жалындым. Түзетпеңіз деп пе? Иә. 10 тамыз құжатта болмаса, ол күнде жоғалып кететіндей көрінді. Сөйтіп ресми түрде 1 қаңтарда туған адам болып шыға келдім. Роза анасының қолын ұстады. Апа, мұның бәрін бізге неге айтпадыңыз? Сендерді мұңайтқым келмеді. Бірақ сіз жалғыз мұңайып жүрдіңіз ғой. Күлзия қызына қарады. Бұл қарапайым ғана сөз еді. Бірақ ол әженің жүрегіндегі ең ауыр шындықты дәл басып айтқандай болды. Иә, ол өмір бойы балаларын мұңайтпау үшін бәрін ішіне жұтты. Күйеуі қайтыс болғанда да балалардың алдында жыламады. Үйде азық азайғанда қарным тоқ деп өз үлесін балаларына берді. Ауырса да айтпады, қиналса да көмек сұрамады. Балаларының бір-бірімен ұрысып қалғанын көрсе, екі жақты да ақтап, өзі кінәлі болып шығатын. Ол мықты болуға үйренген еді. Бірақ ешкім мықты адамдардың да бір күні құшақталғысы келетінін ойламады. Әже, деді Әсел, біз бүгін сізді мұңайту үшін жинаған жоқпыз. Сізді жақсы көретінімізді айтқыңыз келді. Күлзия әже немересінің қолындағы күміс түймені көрсетті. Ал мына түйме ше, мұны қайдан таптың? Хаттың жанында жатты. Хатты оқыдың ба? Әсел төмен қарады. Басында ғана оқыдым. Оның сізге арналғанын көрген соң тоқтадым. Кімнің хат екен? Кәмилә апаның. Күлзия әженің саусақтары қалтырап кетті. Кәмиләнің? Бірақ ол маған хат қалдырмаған. Әсел сарғайған конвертті ұсынды. Конверттің сыртына қисық әріптермен: қарындасым Күлзияға, бұл хатты 80 жасқа толғанда ашсын деп жазылған еді. Әже жазуды көрген бойда демін ішіне тартып қалды. 80 жасқа толғанда? Иә әже, ол менің 80-ге жететінімді қайдан білген? Бәлкім, жеткеніңізді қалаған шығар, деді Әсел. Күлзия хатты қолын алды. Конверт әлдеқашан желімнен ажырап, қағазы жұқарып біткен. Бірақ сыртындағы жазу анық сақталыпты. Әже әпкесінің қолтаңбасын бірден таныды. Осы жазумен Кәмилә кезінде оның мектеп дәптеріне «Жарайсың қарындасым» деп жазатын. Осы жазумен тұрмысқа шыққан күні, қандай жағдай болса да, төркінім бар деп біл деген тілегін қалдырған. Осы жазумен соңғы рет ауруханадан қысқа ғана қағаз жіберген еді. Маған алаңдама, балаларының қасында бол. Күлзия конвертті кеудесіне басты. Кәмилә бұл хатты қашан жазған? Күні көрсетілмеген. Бірақ сандықтың түбінде әкесінің ақ көйлегінен қалған матаның арасына тығылыпты. Әкемнің көйлегінен қалған мата әлі бар ма? Иә. Күлзияның көз алдына өзін алғаш ораған ақ мата елестеді. 80 жыл бұрын әкесінен қалған көйлек жаңа туған сәбиді ораған еді. Енді сол матаның кішкентай бөлігі әпкесінің соңғы сөзін 80 жыл бойы сақтап келген. Мәлік анасының жанына отырды. Апа, хатты ашасыз ба? Күлзия жауап бермеді. Оның хатты оқығысы келді. Сонымен бірге қорықты. Өйткені Кәмилә осыдан 27 жыл бұрын қайтыс болған еді. Өмірінің соңғы апталарында ол Күлзияны қайта-қайта шақыртқан. Бірақ дәл сол кезде Күлзияның өз отбасында үлкен қиындық болып, әпкесіне дір кезінде бара алмаған. Ол ауруханаға жеткенде Кәмилә сөйлеуден қалған еді. Әпкесі тек қолын созып, Күлзияның бетін сипаған. Содан кейін жастығының астынан әлдебір кілтті алып бермек болған, бірақ қолынан түсіріп алған. Күлзия ол кілтке мән бермеді. Кәмилә сол түні көз жұмды. Ал енді Күлзия кенет бәрін түсінді. Сандықтың кілті, деді ол. Не дедіңіз, әже? Кәмилә қайтыс болар алдында маған кілт бермек болды. Мен түсінбекпін, ол осы хатты табуымды қалаған екен. Күлзияның жанарынан жас төгілді. 27 жыл. Ол мені 27 жыл бойы күтіп жатқан екен ғой. Әсел әжесін құшақтады. Енді оқыңыз. Күлзия конверттің ішінен 4 бүктелген хатты абайлап шығарды. Бөлмедегі жұрт демін ішіне тартып үнсіз қалды. Әже бірінші жолды оқыды, бірақ дауысы шықпады. Ол ернін тістеп қайта бастады. Жанымнан да қымбат қарындасым Күлзия. Егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек 80 жасқа толдың. Ал егер 80-ге толсаң, менің саған өмір бойы айталмай кеткен бір шындығымды білуге дайынсың. Күлзия тоқтап қалды. Хат ұстаған қолы қалтырады. Қандай шындық? Деді Мәлік ақырын. Әже келесі жолдарға көз жүгіртті. Бірнеше секундтан кейін оның жүзіндегі қан қашып кетті. Жоқ, деді ол басын шайқап. Бұл мүмкін емес. Не жазылған, әже? Күлзия хатты тізесіне түсіріп алды.
Ол қабырғадағы суретке қарап, ұзақ үнсіз отырды. Содан кейін ғана ерінен әрең сөз шықты. Кәмилә, менің туған әпкем болмаған екен. Қалайша туған әпкеңіз болмаған? Деді Роза, таңданысын жасыра алмай. Күлзия жауап бермеді. Ол хатты қайта қолына алды. Қағаздың кей жеріне түскен сия жайылып кеткен. Бәлкім Кәмилә хатты жазып отырғанда жылаған шығар. Әженің көз алды бұлдырап кетті. Әсел, деді ол, сен оқып берші, менің көзім көрмей барады. Әсел әжесінің жанына отырып, хатты қолына алды. Бөлмедегілер түгел тына қалды. Әсел Кәмиләнің 80 жыл бойы жасырын жатқан сөздерін оқи бастады. Жанымнан да қымбат қарындасым Күлзия. Егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек 80 жасқа толдың. Ал егер 80-ге толсаң, менің саған өмір бойы айталмай кеткен бір шындығымды білуге дайынсың. Мені кешір. Мен саған өтірік айттым. Бірақ бұл өтірікті сені алдау үшін емес, сені ешкімнен кем сезінбесін деп айттым. Мен сенің туған әпкең емеспін. Мен Зере анамыздың туған қызы да емеспін. Әсел оқуды тоқтатты. Жалғастыра бер, қызым, деді Күлзия көзін жұмып. Мені Зере анамыз бен Сапар әкеміз 7 жасында бауырына басты. Менің туған ата-анам ауыл сыртындағы өрттен қаза тапқан. Туыстарының ешқайсысы мені асырауға ала қоймады. Бір үйден екінші үйге көшіп, босағада жүрдім. Тамақ қалса жейтінмін, қалмаса аш ұйықтайтынмын. Бір күні сенің анаң Зере мені ауыл құдығының жанында жылап отырған жерімнен көрді. Үстімде жыртық көйлек, аяғында аяқ киім жоқ еді. Ол маған, қызым, үйің қайда деп сұрады. Менің үйім жоқ дедім. Сонда ол қолымнан ұстап, бүгіннен бастап бар деді. Ол мені үйіне алып келді. Шашымды жуып, үстіме таза көйлек кигізді. Ал Сапар әкеміз базардан маған қызыл лента сатып әкелді. Сол түні мен өмірімде алғаш рет біреудің баласы болып ұйықтадым. Күлзия суреттегі 13 жасар қызға қарады. Ол Кәмиләнің жетім болғанын бұрын соңды естімеген еді. Кәмилә ешқашан өз басынан өткен ауыр күндер туралы айтпайтын. Зере анамыз маған, сен біздің үйге бөтен болып келген жоқсың. Сен бізден жоғалып барып, қайта табылған қызымызсың дейтін. Мен оған сендім. Сапар әкеміз де мені ешқашан өгей көрген жоқ. Соғысқа аттанар алдында маңдайымнан сүйіп, анаңа қарайлас. Сімлін не інін дүниеге келгенше жанынан табыл деді. Оның сол сөзін мен аманат деп қабылдадым. Сен дүниеге келген күні Зере анамыз менің қолымды ұстап, қарындасыңды тастама деді. Сен менің қанымнан болмасаң да, анамның маған қалдырған аманат едің. Бірақ уақыт өте келе мен сені аманат болғаның үшін емес, өзімнің жанымның бір бөлшегі болғаным үшін жақсы көрдім. Күлзияның иығы дірілдеді. Ол бір қолымен аузын басты. Кәмилә, деді ол сыбырлап. Әсел көз жасын сүртіп хатты әрі қарай оқыды. Саған осы шындықты кішкентай кезінде айта алмадым. Себебі сен онсыз да өзіңді анамыздың өліміне кінәлайтынсың. Егер менің де туған әпкең емес екенімді білсең, бұл дүниеде жалғызбын деп ойлап қаласың ба деп қорықтым. Мен сенің жалғыз болғаныңды қаламадым, сондықтан барлығына ол менің туған қарындасым дедім. Ал шын мәнінде сен менің таңдап алған қарындасым едің. Кейін өзің есейіп тұрмысқа шықтың, балаларың болды. Бір күні айтарым деп жүрдім, бірақ жылдар өте берді. Сен маған әпке деген сайын, сол бір ауыз сөзден айырылып қалудан қорықтым. Мені кешір, Күлзия. Мен саған қаныммен әпке бола алмасам да, бар өміріммен әпке болуға тырыстым. Әселдің дауысы үзіліп кетті. Хаттың келесі бөлігін оқуға шамасы жетпеді. Бөлменің түкпірінде отырған Мәлік көзін сүртті. Роза анасының иығына басын қойды. Күлзия әже ғана үнсіз еді. Ол ішіндегі сезінді қалай шығаруды білмей отырғандай көрінді. Бір кезде ақырын ғана: ол неге кешірім сұраған деді. Кешірім сұрайтын не істеді? Ешкім жауап бермеді. Маған ана болды, әке болды, әпке болды. Қолындағы соңғы нанын маған берді. Мен ауырғанда жанын беруге дайын болды. Сонда ол менен не үшін кешірім сұраған? Күлзия екі қолмен бетін басты. Кешірімді мен сұрауым керек еді. Неге, апа? Деді Мәлік. Күлзия біраз уақыттан кейін қолын түсірді. Себебі мен оны соңғы жылдарында жалғыз қалдырдым. Сіз тастап кеткен жоқсыз ғой? Тастадым, балам. Қолыммен апарып тастамасан да, жүрегін жалғыз қалдырдым.
Ол Әселге қарады. Хаттың қалғанын оқышы. Әсел қайта жалғастырды. Сен 80-ге толған күні бір тілегім бар. Өтінемін, туған күніңнен енді қорықпа. Сен дүниеге келген күні анамыз өмірден өтті. Бұл шындық, бірақ тағы бір шындық бар. Сол күні менің де өмірім қайта басталды. Сен тумағанда мен өзімді тағы да жетім сезініп қалар едім. Сен мені біреуге керек адам еттің. Сенің жылағаның мені орнынан тұрғызды. Сенің кішкентай қолың мені өмірге байлақ қойды. Сен өзіңді анамыздың өмірін алып қойған бала деп ойладым. Ал мен сені менің өмірімді сақтап қалған бала деп білдім. Сондықтан туған күніңді қаралы күн деп санама. Бұл күні бір адамның өмірі аяқталғанымен, екі адамның өмірі басталды. Сенікі және менікі. Егер мен сол күнге дейін жанында болмасам, мен үшін бір шырақ жақ. Бірақ оны өлімге емес, өмірге арнап жақ. Торттың үстіне 80 шырақ қоюдың қажеті жоқ. Екеуі жетеді. Бірі сен үшін. Екіншісі сен туған күні қайта өмір сүре бастаған мен үшін. Сосын өзіңе алғаш рет мына сөзді айт. Менің өмірге келуге хақым болды. Сенің өмірге келуге хақың болды, Күлзия. Сенің күлуге хақың болды. Сенің сыйлық алуға, жақсы сөз естуге, өзім үшін жайылған дастарханның төрінде отыруға хақың болды. 80 жасқа келгенде тым кеш деп ойлама. Адамға жақсы көруге де, жақсы көрілуге де ешқашан кеш емес. Өмірге келгеніңе рахмет қарындасым. Сені бар өмірімнен артық жақсы көрген Кәмилә әпкең. Хат аяқталды. Бөлмеде үнсіз жыламаған адам қалмады. Күлзия әже хатты алып кеудесіне басты. Ол соңғы ретте өмірге келгеніңе рахмет депті, деді ол. Бір сағаттан кейін дастарханның сәні қайта кірді. Ән айтылып, естеліктер ортаға салынды. Немерелері әжесіне арнап дайындаған бейнежазбаны көрсетті. Экраннан әртүрлі адамдар шығып, Күлзияға тілектерін айтып жатты. Бірінші болып ауылдағы бұрынғы көршісі сөйледі. Күлзия, сен менің балаларым аш қалғанда бір қап ұнымды бөліп бергенсің. Өзіңнің үйіңде де ұн аз екенін кейін білдім. Өмірге келгеніңе рахмет. Келесі бейнежазбада ақ қалатты әйел көрінді. Күлзия апа, мені тандыңыз ба? Мен Гүлнәрмін. 25 жыл бұрын медучилищеге түсуге ақшам жетпей қалған кезде оқу ақымды төлеп берген едіңіз. Қазір балалар дәрігермін. Мұндаған баланың өміріне көмектестім. Соның бәрінде сіздің де үлесіңіз бар. Одан кейін егде тартқан ер адам шықты. Күлзия апай, мен мектепке жалаң аяқ келіп жүргенімде ұлымыздың жаңа аяқ киімін маған берген едіңіз. Сол күні алғаш рет біреудің мені де адам құрлы көргенін сездім. Бейнежазба жалғаса берді. Бірі әженің берген ақылын айтты. Бірі оның пісірген нанын еске алды. Бірі қиын кезде айтқан бір ауыз сөзінің өзін аман алып қалған жеткізді. Күлзия таңғалып отырды. Ол жасаған жақсылықтарының көбін ұмытып қалған екен. Оған бәрі кішкентай ғана нәрсе болып көрінген. Бір бөлке нан, бір жылы киім, бір түнге берілген баспана, біреудің ақысын төлеуге жұмсалған азғантай ақша. Ал сол кішкентай жақсылықтар өзге адамдардың өмірінде үлкен із қалдырыпты. Соңғы бейнежазба басталғанда экранда 90-ға таяған бейтаныс әйел пайда болды. Ол ақ жаулығын түсіп, камераға жақындады. Күлзия, мені танырсың бе екен? Күлзия экранға үмілді. Бұл кім? Деді ол, әйел жымиып. Мен Сәлима, Кәмиләнің бала күнгі құрбысымын, деді. Күлзия орнынан қозғалақтап кетті. Сәлима? Ол әлі тірі ме? Экрандағы әйел сөзін жалғастырды. Кәмилә дүниеден өтерден бір апта бұрын маған бір аманат тапсырған еді. Егер Күлзия бір күні шын туған күнін атап өтсе, оған міндетті түрде бер, деді. Мен 27 жыл бойы күттім. Бүгін сол күннің келгенін Әселден естідім. Күлзияның жүрегі дүрсілдей соқты. Экрандағы Сәлима қолына кішкентай ағаш қоратты алды. Бұл қорап менде сақтаулы. Оның ішінде Кәмиләнің Күлзияға қалдырған соңғы сыйлығы бар. Бейне тоқтады. Күлзия бірден Әселге қарады. Ол қорақ қайда? Әсел бөлменің есігіне бұрылды. Сол сәтте сырттан таяқтың тықылы естілді. Есік баяу ашылып, табалдырықтан ақ жаулықты, еңкіш тартқан қарт әйел көрінді. Бір қолында таяғы, екінші қолында кішкентай ағаш қорап бар. Сәлима, деді Күлзия орнынан тұрып. Қарт әйелдің жанары жасқа толды. 80 жасың құтты болсын, Күлзия. Сіз осында келдіңіз бе? Кәмиләнің аманатын бейнежазбамен бере салуға дәтім бармады. Өз қолыммен тапсырайын деп келдім.
Сәлима төрге көтерілді. Екі кейуана үнсіз құшақтасты. Кәмилә сені соңғы күніне дейін күтті, деді Сәлима. Бірақ саған өкпелеп кеткен жоқ. Күлзия өксіп жіберді. Мен қасына бара алмадым. Сенің неге келе алмағанымды ол білді. Қайдан білді? Сәлима Мәлікке бір қарап алды. Өйткені Кәмилә ауруханада жатқан жерінен сенің ұлыңды іздеуге көмектескен. Мәлік таңғалып кетті. Қалай? Сен оны саяжайдан өзін таптың деп ойладың ба, Күлзия? Иә. Сәлима басын шайқады. Оның қайда екенін Кәмилә білген. Бұл мүмкін емес. Ол ауруханадан шыққан жоқ қой. Шыққан жоқ, бірақ сенің ұлым жоғалардан бір күн бұрын оған барыпты. Бөлмедегілер түгел Мәлікке бұрылды. Мәліктің өзі де шошып кетті. Мен Кәмилә апаға бардым ба? Барғансың, бірақ ол кезде мас болғансың. Есіңде қалмаған шығар. Сәлима ағаш қорапты үстелге қойды. Кәмилә сенің барғаныңды маған айтты. Сен қарыздан шаршағаныңды, бәрінен қашып кеткің келетінін айтыпсың. Сосын бала күнінде әкеңмен баратын ескі саяжайды еске алғансың. Күлзия демін ішіне тартты. Сонда Кәмилә сені шақыртқанда өзімен қоштасу үшін емес, Мәліктің қайда кетуі мүмкін екенін айту үшін шақырған. Күлзияның аяқтары әлсіреп, орындыққа отыра кетті. 27 жыл бойы ол әпкесінің соңғы өтінішін орындай алмадым деп өзін кінәлап келген. Ал Кәмилә соңғы демі қалғанша тағы да Күлзияны емес, оның баласын ойлаған екен. Ол мені тағы да құтқарыпты, деді Мәлік. Иә, деді Сәлима. Сен кішкентай кезінде де сені қатты жақсы көретін. Күлзияның балалары менің де балаларым дейтін. Мәлік көз жасын тоқтата алмады. Сәлима қорапты Күлзияның алдына жылжытты. Енді мұны аш, ол дәл бүгінге арналған. Қораптың кішкентай кемір құлпы бар еді. Әсел сандықтан табылған күміс түймені алып қарады. Бұл түйме емес екен, деді ол таңырқап. Бұл кілт қой. Сыртынан түймеге ұқсаған дөңгелек күміс саттың ұшында өте кішкентай тісшелері бар еді. Күлзия оны құлыпқа салды. Кілт дәл келді. Құлып сырт етіп ашылды. Әже қораптың қақпағын көтергенде ішінен қызыл түсті өмі оңып кеткен лента көрінді. Күлзия оны қолына алды. Бұл не? Сәлима жымиды. Сапар әкең Кәмиләні алғаш үйіне алып келгенде базардан сатып әперген қызыл лента. Күлзия лентаны алақанына жайды. Осы кішкентай зат Кәмиләнің алғаш рет бір отбасының қызы болған күннен қалған еді. Қораптың ішінде тағы бір бүктелген қағаз және матадан тігілген кішкентай қуыршақ жатты. Күлзия қуыршақты көргенде айғайлап жібере жаздады. Бұл менің қуыршағым. Таныдың ба? Кәмилә 10 жасында тігіп берген. Мен жоғалтып алдым деп ойлағанмын. Сәлима басын шайқады. Сен қабылдаудан бас тартқан соң, Кәмилә оны сақтап қойды. Күлзия қуыршақты кеудесіне басты. 70 жыл бұрын өзі құшақтай алмаған сыйлықты 80 жасында құшағына алды. Қорапта тағы бір қағаз бар, деді Әсел. Күлзия оны ашты. Бұл хат емес еді. Қолмен жазылған тізім болатын. Жоғарғы жағына Күлзияның орындалмаған туған күн тілектер деп жазылыпты. Астында бірнеше жол бар еді. 6 жасында бір уыс кәмпитті көрші балаларға тарату. 10 жасында қолмен тігілген қуыршақты құшақтап ұйықтау. 15 жасында көк көйлек киіп суретке түсу. 18 жасында өзіне арнап ән айтқызу. 25 жасында бір күн бойы үйдің жұмысын істемей демалу. 40 жасында пойызға отырып теңіз көру. 60 жасында туған күніне отбасының түгел жиналуы. 80 жасында өзін кешіру. Тізімнің ең астында кеш болса да орындалсын деген жазу тұр еді. Күлзия әр жолды оқыған сайын бірде күліп, бірде жылады. Ол мұның бәрін қайдан білген? Сенің айтқан әр сөзіңді есінде сақтаған, деді Сәлима. Өзім ұмытып қалсаң да, ол ұмытпаған. Әсел тізімді әжесінің қолынан алып шықты. Әже, оның бәрін орындаймыз. Күлзия күліп жіберді. Қайдағыны айтпа қызым. 80 жасында қуыршақ құшақтап, көк көйлек киіп жүрем бе? Неге кимейсіз? Ал кеңізге ше? Осы жасында пойызға отырып қайда барамын? Бірге барамыз. Сендердің жұмыстарың, балаларың бар. Сіз біз үшін бүкіл өмірімізді тоқтаттыңыз, деді Әсел. Біз сіз үшін бір атта уақытымызды бөле алмаймыз ба? Күлзия немересіне ұзақ қарады. Ол бұл сөзге қуанса да, сенуге қорқып тұрды. Өйткені өмір бойы біреуге салмақ түсірмеуге тырысқан адамға біз сіз үшін уақыт бөлеміз деген сөздің өзі үлкен сыйлық еді. Ал бүгін, деді Әсел, бірінші тілектен бастаймыз.
Ол алдын ала дайындалып қойғандай, үстелдің астынан үлкен шыны ыдыс алып шықты. Оның іші түрлі түсті кәмпитке толы еді. Мына кәмпиттерді балаларға өзіңіз таратасыз. Шөберелері әженің айналасына жиналды. Күлзия әрқайсының алақанына бір уыс кәмпит салды. 6 жасында орындай алмаған тілегі 74 жылдан кейін орындалды. Болат анасына 80-ақ раушан гүлін ұсынды. Күлзия әже гүлдерді бірден алмады. Әуелі ұлының бетіне, кейін қолындағы үлкен гүл шоғына қарады. Мұның бәрін маған алдың ба? Иә апа, әр жасыңызға бір гүлден. Ақшаңды бекер шығындапсың ғой болам. Болат күлімсіреді. Мен сізден осы сөзді естейтінімді білгенмін. Бірақ бүгін ақшаны да, жұмысты да ойламайсыз. Бүгін тек өзіңізді ойлайсыз. Күлзия ұлының иығына қолын қойды. Сен келе алмаймын деп едің ғой. Сізге тосын сый жасағым келді. Жұмысым ше? Бірнеше күнге сұранып келдім. Осынша жерден бір күн үшін келдің бе? Болат анасының маңдайынан сүйді. Бұл жай күн емес, бұл сіздің күніңіз. Әже гүлдерді бауырына басты. Ақ раушандардың арасынан кішкентай ашық хат көрінді. Күлзия оны алып дауыстап оқыды. Апа, сіз бізге өмір сыйладыңыз. Бірақ біз сіздің де өз өміріңіз бар екенін кеш түсіндік. 80 жасымыз құтты болсын. Күлзияның жанары қайта суланды. Ол балаларына кезек-кезек қарады. Үлкені Мәлік, екі қызы Роза мен Клара, кенжесі Болат. Төртеуі де бір үйде тұреді. Соңғы рет олардың бәрі 15 жыл бұрын әкелерінің жетісінде жиналған болатын. Содан бері бірі жұмысын, бірі жолдың алыстығын, бірі балаларының тірлігін сылтауратты. Күлзия олардың бәрін түсінетін. Жұмыстарынан қалмаңдар дейтін. Мен үшін әуре болмаңдар. Телефонмен сөйлессек те жетеді. Ал шын мәнінде әр телефон қоңырауынан кейін әже есікке ұзақ қарайтын. Бір күні балалары сол есіктен түгел кіріп келетіндей күтетін. Сол күн бүгін келді. Енді бәрінде бір суретке түсірсем бола ма? Деді Күлзия. Әрине апа. Балалары оның екі жағына жиналды. Немерелері мен шөберелері алдарына отырды. Әсел телефонды орнықтырып, уақыт өлшегішін қосты да, өзі де әжесінің жанына жүгіріп келді. Бәріңіз күліңіздер. Күлзия әже әдетінше ерінің ғана жымақ болды. Бірақ Айсұлтан, әже, тісімізді көрсетіп күлімізші, дегенде бәрі ду күлді. Сурет дәл сол сәтте түсірілді. Кейін бұл фотосурет Күлзия әженің ең жақсы көретін суретін айналды. Өйткені онда ешкім арнайы кейіп танытып тұрған жоқ еді. Бәрі шын көңілмен күліп тұрған. Енді әрқайсымыз әжеге бір тілегімізді айтамыз, деді Әсел. Бірақ жай тілек емес, әжеміздің біз үшін жасаған, ешқашан ұмытпаған бір жақсылығын айтамыз. Бірінші болып Мәлік орнынан тұрды. Мен 17 жасында оқуға түсе алмай, үйге қайтып келгенім есімде. Әкем қатты ренжіді. Ал анам сол түні бөлмеме кіріп, бір рет құлаған адам жемілген болмайды, қайта тұрмаған адам ғана жеміледі, деді. Келесі жылы қайта дайындалып оқуға түстім. Егер сол сөз болмағанда, өмірімнің қалай өзгеретінін білмеймін. Ол анасының қолынан ұстады. Апа, менің қайта тұруымды үйреткеніңіз үшін рахмет. Күлзия әже ұлының қолын қысты. Мен оны ұмытып та қалыппын. Ал мен ұмытқан жоқпын. Кезек Розаға келді. Менің бірінші балам туған кезде өте әлсіз болдым. Түнде сәби жыласа, өзінде қосылып жылайтынмын. Анам 40 күн бойы жанымда болды. Түннің ішінде тұрып, баламды жұбататын. Бірде мен жақсы ана бола алмайтын шығармын дедім. Сонда анам, жақсы ана ешқашан шаршамайтын әйел емес. Шаршаса да баласын тастамайтын әйел деді. Роза анасының иығына басын қойды. Сіз маған ана болуды үйреттіңіз. Клара қолындағы орамалын умаждап үнсіз отырды. Ал сен неге үндемейсің, деді Күлзия. Менің айтарым көп, апа. Клараның даусы дірілдеп шықты. Жолдасым қайтыс болған кезде бәрі уақыт емдейді, деді. Бірақ сіз ғана маған уақыт емдемейді, қызым. Уақыт сол ауыртпалықпен өмір сүруді үйретеді, дедіңіз. 1 жыл бойы күн сайын қоңырау шалдыңыз. Мен жауап бермесем, үйіме келдіңіз. Сол кезде сіз болмасаңыз, өзімді жоғалтып алар едім. Клара анасының алдына тізерлеп отырды. Өмір сүргім келмеген күндерде мені өмірге қайтарғаныңыз үшін рахмет. Күлзия қызының басынан сипады. Ананың қолынан басқа не келеді, қызым? Соңында Болат сөйледі. Мен үйдің кенжесі болған соң, анам мені бәрінен артық жақсы көрді деп ойлайтынмын, деді ол күліп. Кейін
Әр қайсымыз өзімізді солай сезінетінімізді түсіндім. Балалар да күліп жіберді. Мен шетелге кететін күні анам әуежайда жылаған жоқ. Бара ғой, жолың ашық болсын деді. Ұшаққа отырған соң сөмкемді ашсам, ішіне кішкентай қалташа салып қойыпты. Онда туған үйіміздің ауласынан алынған бір уыс топырақ бар екен. Қағазға «Қайда жүрсең де қайтатын жерің бар» деп жазыпты. Болат қалтасынан кішкентай мата қалташаны шығарды. Мен оны 12 жыл бойы өзіммен алып жүрмін. Күлзия таңданып, «Әлі сақтап жүрсің бе?» деді. Әрине, өйткені осы қалташаға қарасам, мені күтетін анам барын сезінемін. Болат анасын құшақтады. «Апа, біз есейдік, үйлі баранды болдық, бірақ сізге келгенде әлі де баламыз. Біз сізге сирек келгеніміз үшін кешіріңіз». Күлзия 4 баласын жанына шақырды. «Мен сендерге өкпелеген жоқпын, бірақ күттіңіз ғой» деді Мәлік. Әже жауап бермеді. Оның үнсіздігі бәрін айтып тұрды. «Енді сізді күттірмейміз» деді Роза. «Айына кем дегенде бір рет бәріміз осы үйге жиналамыз». «Оны міндет қылмаңдар». «Міндет емес, бұл бізге де қажет». Күлзия балаларының жүзіне қарады. Ол бұл сөздердің мерекелік көңілмен ғана айтылып, ертең ұмытылып кетуінен қорықты, бірақ сол сәттің өзін бұзғысы келмеді. «Жарайды» деді ол. «Күтемін». Бұрын ол ешқашан «күтемін» деп айтпайтын. «Бос болсаңдар келіңдер» дейтін. Бүгін алғаш рет балаларының келуін қалайтынын ашық айтты. 5 бөлім. Әженің жалғыз өтініші. Кеш соңында Әсел әжесіне тағы бір сұрақ қойды. «Әже, сіз өміріңізде қандай сыйлық алуды армандадыңыз?» «Менің бәрім бар». «Бәрім бар деуге болмайды. Бала кезіңізде не қаладыңыз?» Күлзия біраз ойланды. 15 жасымда ауылдың дүкенінен көк көйлек көрдім. Кәмилә әпкем соған ақша жинап жүрді. Бірақ мен ауырып қалып, жиналған ақша дәрге кетті. Бүгін көк көйлегіміз болды, тағы ше? Бір рет пойызға отырып, кеңізді көрсем деп армандадым. «Кеңізді еш қашан көрмедіңіз бе?» деді Айсұлтан. «Келедидардан көрдім». «Келедидардағы саналмайды, жұрт күліп жіберді». «Онда келесі аптада кеңізге барамыз» деді Болат. «Қойшы балам, менің денсаулығым, аяғым. Дәрігерге көрсетеміз, рұқсат берсе, бәріміз бірге барамыз». «Бәрінің жұмыстарым бар». «Жұмыс еш қайда қашпайды» деді Мәлік. «Ал сіздің арманыңыз 80 жыл күтті». Күлзия сенер сенбесін білмеді. «Шынымен апарасыңдар ма?» «Шынымен. Бәрін барасыңдар ма?» «Бәріміз». Әженің жүзі балаша қуанып кетті. Бірақ ол қуанышын бірден жасыруға тырысты. «Бармасақ та ренжімеймін». Әсел әжесінің қолын ұстады. «Ренжуге де болады. Сіз бізден бір нәрсе күтуге қорықпаңызшы». Күлзия үнсіз қалды. Оның ең үлкен әдеті ешкіммен ештеңе күтпеу еді. Өйткені күтпеген адам көңілі де қалмайды. Бірақ сол түні ол, «Онда теңізге барғым келеді» деді. Бұл оның көп жылдан кейін өзі үшін сұраған алғашқы өтініші еді. Ертеңіне отбасы Кәмилә әпкенің қабіріне барды. Күлзия көк көйлегінің сыртынан жеңіл шапан киіп, қолына туған күнінде алған ақ раушандардың бір бөлігін ұстады. Қабір басына келгенде өзгелер сәл алыста қалды. Күлзия жалғыз өзі алға жүрді. Кәмиләнің аты жазылған тасқа қолын қойды. «Әпке, мен келдім» деді ол. Желі ақ жаулығының ұшын тербеді. «Кешігіп келгенім үшін кешір. Сен мені өмір бойы күттім. Ал мен ұятымнан өзіңе келе алмадым». Ол қабірдің жанына 2 ақ раушан қойды. «Кеше мен 80 жасқа толдым. Балаларым бәрі жиналды. Өз атыма жазылған торт та болды. Көк көйлек те кидім. Тіпті қуыршағымды да құшақтадым». Күлзия көз жасын сүртіп жымиды. «Сен айтқандай, 2 шырақ жақтық. Бірі мен үшін, бірі сен үшін». Ол кішкентай ыдыстан топыраққа су құйды. «Мен кеше алғаш рет өмірге келгеніме қуанамын» деп айттым. «Оны маған сен үйреттің». Күлзия біраз үнсіз отырды. «Мен өмір бойы сені анамыздың орнына өмірінді құрбан еткен адам деп ойладым. Енді түсіндім. Сен маған құрбандыр жасаған жоқсың. Сен мені жақсы көрдің. Ал махаббатты қарызға айналдыруға болмайды екен». Балалары анасының әр сөзін алыстан үнсіз тыңдап тұрды. «Әпке, мен сені қатты сағындым. Бірақ енді жылап қана келмеймін. Келер жылы туған күнімде
тағы келем. Саған қалай өмір сүріп жүргенімді айтып отырамын. Ол алғаш рет келер жылы деген сөзді сеніммен айтты. Бұрын жасын сырған адамға 80-ге кім жеткен дейтін. Ал енді 80-ге жетік қана қоймай, 81 жасында көргісі келетін сезді. Күлзия орнынан тұрып балаларына бұрылды. Жүріңдер, үйге қайтайық. Алда теңізге дайындалуымыз керек. 6 бөлім. Алғаш көрген теңіз. Бір аптадан кейін дәрігер Күлзия әжеге сапарға шығуға рұқсат берді. Балалар оның дәрілерін, жылы киімдерін, ыңғайлы аяқ киімін дайындады. Күлзия болса кішкентай сөмкесіне Кәмиләнің хатын, қызыл лентаны және ескі қуыршақты салып алды. Қуыршақтыды да апарасыз ба деп сұрады Айсұлтан. Ол да теңіз көрген жоқ қой. Пойыз қозбес қозғалғанда Күлзия терезеден ұзақ қарады. Кең дала кейін қарай сырғып бара жатты. Сары дала, шағын ауылдар, алыста қалған таулар. Шаршамадыңыз ба деп сұрады Мәлік. Жоқ, мен қазір 15 жастағы қыз секілдімін. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда Әсел әжесінің терезе алдында отырғанын көрді. Неге ұйықтамай отырсыз? Осы сәтті ұйықтап өткізіп алғым келмейді. Алдымызда әлі талай сапар болады. Күлзия немересіне мейірлене қарады. Болсын қызым, бірақ адамның алғашқы сапары бір-ақ рет болады. Ертеңіне түстен кейін олар теңіз жағасына жетті. Көліктен түскенде Күлзия алыстан естілген толқын үнін тыңдап тоқтап қалды. Бұл теңіздің дауысы ма? Иә, әже. Олар жағалауға жақындаған сайын көкжиек кеңейе берді. Күлзия теңізді көргенде тіл қатпады. Ол өмір бойы ауылдың шағын өзенін, қаланың көлін көрген, бірақ шеті көрінбейтін суды алғаш рет көріп тұреді. Осыншама су қалай бір жерге сыйып тұр, деді ол таңырқап. Айсұлтан әжесінің қолынан ұстап. Жүріңіз, суға аяғымызды саламыз деді. Суық шығар. Аз ғана. Күлзия аяқ киімін шешіп, балағының шетін көтерді. Шөбересінің қолынан ұстап, суға қарай баяу жүрді. Ол да теңіз көрген жоқ қой. Пойыз қозғалғанда Күлзия терезеден ұзақ қарады. Кең дала кейін қарай сырғып бара жатты. Сары дала, шағын ауылдар, алыста қалған таулар. Шаршамадыңыз ба? Деп сұрады Мәлік. Жоқ, мен қазір 15 жастағы қыз секілдімін. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда Әсел әжесінің терезе алдында отырғанын көрді. Неге ұйықтамай отырсыз? Осы сәтте ұйықтап өткізіп алғым келмейді. Алдымызда әлі талай сапар болады. Күлзия немересіне мейірлене қарады. Болсын қызым, бірақ адамның алғашқы сапары бір-ақ рет болады. Ертеңіне түстен кейін олар теңіз жағасына жетті. Көліктен түскенде Күлзия алыстан естілген толқын үнін тыңдап тоқтап қалды. Бұл теңіздің дауысы ма? Иә, әже. Олар жағалауға жақындаған сайын көкжиек кеңейе берді. Күлзия теңізді көргенде тіл қатпады. Ол өмір бойы ауылдың шағын өзенін, қаланың көлін көрген, бірақ шеті көрінбейтін суды алғаш рет көріп тұреді. Осыншама су қалай бір жерге сыйып тұр, деді ол таңырқап. Айсұлтан әжесінің қолынан ұстап. Жүріңіз, суға аяғымызды саламыз деді. Суық шығар. Аз ғана. Күлзия аяқ киімін шешіп, балағының шетін көтерді. Шөбересінің қолынан ұстап, суға қарай баяу жүрді. Алғашқы толқын аяғына тигенде, ол шошып кейін шегінді. Кейін балаша күліп жіберді. Екінші толқын келгенде қашқан жоқ. Ол көзін жұмып, самалға бетін тосты. Балалары жағалауда тұрып анасына қарап қалды. Олар әжені бұрын соңды мұндай бақытты күйде көрмеген еді. Әже, не ойлап тұрсыз? Деп сұрады Әсел. Өмір өте үлкен екен қызым, деді Күлзия. Мен оны үй мен ас үйдің, жұмыс пен уайымның арасынан ғана көріппін. Өкінесіз бе? Әже сәл ойланды. Жоқ, балаларымды өсіргеніме, отбасымды сақтағаныма өкінбеймін, бірақ өзімді үнемі ең соңғы орынға қойғаныма өкінемін. Ол немересінің қолын ұстады. Сендер де менің қателігімді қайталамаңдар. Бала-шағаға қамқор болыңдар. Бірақ өздеріңді жоғалтып алмаңдар. Ананың арманы болуы ұят емес. Әженің қуанышы болуы да артық емес. Күлзия сөмкесінен Кәмиләнің хатын шығарды. Оны ашып оқыған жоқ. Тек кеудесіне басты. Әпке, көрдің де, мен теңізге келдім, деді сыбырлап. Сол күні бүкіл отбасы күн батқанша жағалауда отырды. Күлзия алғаш рет теңіз үстіндегі күннің батуын көрді. Аспан қызғалт, күлгін және алтын түске боялғанда ол Әселге: «Табиғатта туған күнге сыйлық бере алады екен ғой», деді. Кешке олар шағын дастархан жайды. Айсұлтан құмнан үлкен 80 санын жасап, айналасына қабыршақтар тізді. Әже,
мынау сізге. Келесі жылы мұнда қандай сан жазамыз? 81. Күлзия күліп, онда келесі жылы тағы келеміз деді. Балалары бір-біріне қарады. Бұл жолы олардың анасы келесі туған күнін күтетінін ашық айтып тұр еді. Соңғы бөлім. Кешіккен мереке. Сапардан оралғаннан кейін Күлзия әженің үйі өзгерді. Қабырғаға көк көйлек киіп түскен сурет ілінді. Оның жанына бүкіл отбасының туған күнде түскен фотосы қойылды. Ал кішкентай үстелдің үстінде Кәмилә тігіп берген қуыршақ отырды. Ең үлкен өзгеріс үйде емес, Күлзияның өзінде болды. Балалары: «Апа, бір жеріңіз ауырмай ма?» деп сұраса, бұрынғыдай бәрі жақсы дей салмайтын болды. «Тізем ауырады, дәрігерге апарыңдаршы» дейтін. Қыздары дүкенге ертіп барса, «Маған ештеңе керек емес» демей, өзіне ұнаған шәлісін таңдайтын. Көрші әйелдер шайға шақырса, үйдің жұмысы бітпейді деп бас тартпайтын болды. Ол өмірден көп нәрсе талап еткен жоқ, тек өзінің де қалауы бар екенін мойындай бастады. Балалары берген уәдесінде ұмытпады. Әр айдың 2-ші жексенбісінде бәрі Күлзияның үйіне жиналатын болды. Бірі бауырсақ, бірі салат, бірі жеміс әкелетін, ал ыдысты ешқашан әжеге жудырмайтын. Сол отырыстардың бірінде Мәлік: «Апа, биыл туған күніңізге не қалайсыз?» деп сұрады. «Туған күніме әлі көп уақыт бар ғой. Алдын ала білгеніңіз жақсы». Күлзия ойланып отырды да: «Ешқандай қымбат сыйлық керек емес. Бәрің тағы да осылай жиналсаңдар болды» деді. «Торт болсын ба?» «Міндетті түрде». «Үстіне неше шырақ қоямыз?» «2-ін». «Неге 2? Бірі мен үшін, бірі Кәмилә әпкем үшін». «Көк көйлекті киесіз бе?» Күлзия күлімсіреді. «Жоқ, келесі туған күніме қызғылт көйлек аламын». Бәрі күліп жіберді. Бір жылдан кейін Күлзия әже 81 жасқа толды. Бұл жолы оны ешкім алдап сыртқаға шығармады. Әже мерекеге өзі дайындалды. Таңертең шашын тарап, жаңа қызғылт көйлегін киді. Қызыл лентаны ақ жаулығының шетіне тағып қойды. Сағат түскі 12-де есік қағылды. Алдымен Мәлік пен оның отбасы кірді. Артынша қыздары, Болат, немерелері мен шөберелері келді. Үй тағы да күлкіге толды. Торттың үстіне 2 шырақ қойылды. Күлзия төрге отырғанда Айсұлтан: «Әже, тілек тілеңіз» деді. «Менің былтырғы тілегім орындалды». «Қандай тілек еді?» Әже айналасына қарады. «Келесі туған күнімді сендермен бірге қарсы алсам деп едім. Енді қандай тілек тілейсіз?» Күлзия сәл ойланып: «Тағы 1 жыл өмір сүрсем екен деп тілеймін» деді. Бұл сөзді айтқаннан кейін ол өзі де таң қалды. Өйткені бұрын әр туған күнді өмірінің қысқарғанын деп түсінетін, енді әр туған күнді өзіне берілген тағы бір мүмкіндік деп қабылдайтын болды. Бірақ жай ғана өмір сүру үшін емес деп жалғастырды ол. Сендерге жақсы көретінімді көбірек айту үшін, өзін де қуанып өмір сүру үшін. Ол шырақтарды өшірер алдында қабырғадағы Кәмиләнің суретіне қарады. «Өмірге келгеніме рахмет» деді әже. Содан кейін шырақтарды үрлеп өшірді. Бөлме қол шапалақпен күлкіге толды. Күлзия әже 80 жыл бойы туған күнін тойламады. Өйткені өзін біреудің қайғысына себеп болған адам деп санады. Бірақ 80 жасында ол ең маңызды шындықты түсінді. Адамның өмірге келген күні кешірім сұрайтын күн емес, өзінің бұл дүниеде бар екеніңді, біреуге ана, біреуге әже, біреуге тірек болғаныңды сезінетін күн. Күлзияның алғашқы туған күні 80 жасында өтті, бірақ ол кешіккен жоқ. Өйткені адамға алғаш рет өзін жақсы көрігуге ешқашан кеш емес. Ал сол кештен кейін Күлзия әже туған күні жақындағанда мұңаймайтын болды. Күнтізбедегі 10 тамызды қызыл қаламмен дөңгелектеп қойып, оның жанына бір ғана сөйлем жазатын: «Бұл күні мен өмірге келдім. Менің туғаныма қуанған адамдар бар». Сол сөйлем оның 80 жыл бойы ала алмаған ең үлкен сыйлығы еді.